Қайырлы күн, достар. Біз бүгін сіздер білсеңіздер де білмей үнемі жақсы көріп жейтін қант туралы айтамыз. Ақ қант туралы, яғни қантқа не жатады? Қантқа кәдімгі өзімізді күнделікті пайдаланып жүрген ақ қант, кәмпиттеріміз, торттарымыз, кока-кола және макси чай деген секілді осылардың барлығында осы ақ қант өте көп мөлшерде. Енді қанттың зиян екенін және ағзаға түрлі ауыртпалықтар шалдыратынын бәріміз де білеміз, бірақ оны біліп қана қою жеткілікті емес. Енді мен сіздерге қай жерде қандай қант қосу керек және күніне қанша мөлшерде қант ішу керек барлығын айтатын боламын. Әр адам күніне орташа 17 шай қасық қант тұтынады. Бұл дәрігердің айтатын 12 шай қасық нормасынан әлде қайда көп. Қант тек қана тәтті үлкен нандар, шоколадтар немесе кәмпиттер ғана емес, күнделікті тамаққа қолданатын жартылай фабрикат өнімдерінде де бар екені бәріне белгілі емес. Нан, қызанақ пастасы, көкөністер, икра секілді дайын тағамдардың қаптамасынан көріп жүрген глюкоза мен агава шәрбаттары, сукраза секілді қоспалардың өзі қант болып табылады. Яғни біз дүкен сөрелерінен көптеген салаттар аламыз, мысалы азамат деген салат, және тағы да икра аламыз, және тағы да огурцы аламыз. Осылардың барлығында қант, яғни олардың құрамында ешкім айта бермейтін, енді мен ғана айтып жатырмын, уксус өте көп көлемде қосылады. Осы уксус көп көлемде қосылғандықтан қант та дәл сонда көп мөлшерде қосылады. Өйткені уксустың дәмін жабу мақсатында осы қант мөлшерден тыс қолданылады. Біз оны жеген кезде тәтті емес болып көрінеді. Өйткені енді ащы мен уксус пен тәтті екеуі қосылған кезде қышқылдау, ащылау дәм шығады. Сондықтан біз оны сүйіп жейміз. Мысалы, томат. Біз енді қызартқан кезде тамаққа осы томатты қосамыз. Оның құрамында да біз оны 1 рет ашамыз, ол примерно 1 ай қолданамыз. Енді ойлаңыздаршы өздеріңіз, 1 ай ол қалай ашымай тұрады, кейін бір беттері көгере бастайды 1 айдан кейін. Ол енді табиғи нәрсе болса, ол әр кетсе 1-2 күнде құртылып көгеретін нәрсе. Ал оның құрамында қант пен уксус көп мөлшерде болғандықтан ол ұзақ уақыт дәл сол күйінде тұра береді екен. Ал сөрелер, магазиндерде бөлген нандар және шоколадтар немесе торттарда бар. Осылардың құрамында енді өздеріңіз білесіздер, бірақ енді барлығымыз тәтті көрсе жолдан таятын адамбыз ғой. Деман дейді, алтын көрсе ғой, енді бірақ тәттіні де өте қатты жақсы көреміз. Сондай-ақ көкөністер мен жеміс-жидектер, кептірілген жеміс-жидектер құрамында да қант ағзамызға қажет күнделікті нормасынан қанағаттандырады екен. Енді біздің ағзамыз қантты қаншалықты жеген сайын біздің миымыз осы қантты қайта-қайта сұрай береді. Біз жеген сайын ол тағы да деп жегіміз келіп тұрады. Мысалы, шоколадтар, балмұздақтар, өйткені миымыз, біздің ағзамыздың ішінде бактериялар бар, жаман және жақсы. Осылардың барлығы осы біздің қантпен қоректенеді. Сондықтан қантпен қоректенген кезде олар рахаттанады. Рахаттанғанда олар бізден сұрайды, тағы да қант жеші, тағы да торт жеші деп. Сондықтан ағзамыз қатты жегісі келіп тұрса, қой жеме, оның орнына басқа пайдалы нәрсе же деп өзімізді андай тоқтатуымыз керек. Оның орнына банан, жүзім деген мысалы жеген кезде қант көп, глюкоза бар, оның құрамында. Және көкөністер, өріктер, мүйіздер, осылардың барлығы қантқа жатады. Қант алмастырғыш болып табылады. Табиғи жеміс болсын, шоколадты, кәмпит болсын, қанттың аты қант. Норбадан тым асырып, қиянат етсеңіз, денсаулығымыздың қалай нашарлап кеткенін байқамай қаласыз. Сондықтан қанттың зияны мен төменде айтатын боламын. Көп мөлшердегі қант бауырды және оның функциясын зақымдайды. Қант бауырда ыдырағанда майға айналады. Бұл өз кезегінде артық майдың жиналуына, қабыну, стеатоз секілді ауруларға шалдықтырады. Ең ауыр жағдайда ақырында бауырға қан беруді тоқтатады. Салдарында бауырда пайда болған тыртықтар тирозға айналады және бауыр трансплантациясына қажет етеді екен. Қазіргі кезде балалар да үлкен кісілер де барлығы семіздікке өте әуес. Өйткені біз қаншақты тамақ жесек, тәтті жесек те үйде жатамыз. Қанша тамақ жеген сайын біз міндетті түрде арасына көкөніс жеп, ағзамызды тазалап отыруымыз керек және денсаулықты шынықтырып жүруіміз керек. Одан кейін жүректі айтатын болсам, артық қантты жеген кезде қан құрамындағы артық инсулин бүкіл денеміздегі тамырларға әсер етуі мүмкін. Бұл олардың қабырғаларының қабынуын тудырады, қалыңырақ және қаттырақ болып өзгеріп жүрегіңізді зақымдайды. Бұл жүрек жеткіліксіздігі, инфаркт және инсульт сияқты жүрек ауруларына әкеледі. Зерттеулер сонымен қатар қанты аз тұтыну қан қысымын төмендетуге көмектесетінін айтады. Бірақ соны біле тұра қатты өте көп мөлшерде жейтін адамдар көп. Және қанттың теріге зияны туралы айта кетейін. Қантты көп мөлшерде тұтыну терінің тез қартаюына алып келеді. Артық қант қандағы ақуыздарға қосылады. Олар теріңіздегі коллаген мен эластинді, теріңізді қатайтатын және жастықты сақтайтын ақуыз талшықтарын зақымдайды. Нәтижесінде әжімдерінен салбыраған тері және беттің бөртуіне алып келеді. Естеріңізде болсын, 23 жастан кейін біздің денемізде көптеген нәрселер тоқтайды. Мысалы, бой өсу деген секілді және коллаген өндіру барлығы тоқтап қалады. Одан кейін не үшін коллаген ішу керек деп айтады. Осылардың барлығы осы коллагенді
неге үлкен адамдар буындары ауырады, иә, неге әжім түседі бетімізге, неге шашымыз түседі, осылардың барлығы коллаген жетіспеушілігінен. Ал біздің денеміздегі бүкіл коллагенді қант жойып жібереді. Сондықтан осы коллагенді онсыз да 23 жасқа дейін ғана болады коллаген. Сондықтан қантты аз мөлшерден жеп коллагенімізді шамалы енді табиғи түрде көптеп көмектеп осы коллагенді денемізде сақтауға тырысайық. Одан кейін тіс қуыстарды тудыратын бактерияларды тәтті нәрсе жегеннен кейін аузыңызда тұрып қалған қантты жегенді ұнатады. Қант кариестің дамуына жәрдемдеседі. Былайынша енді бұны барлығыңыз білесіздер. Біздің тісіміздегі құрт осы қантты жақсы көреді, сондықтан оны біз біле бермейміз. Кейде енді тіс жууды ұмытып кетеміз. Тіс жусақ та арасында қалып қояды кішкене қалдықтар. Ал осы қалдықтарды құрттар жеген кезде тіспен бірге жейді. Сондықтан бізде жәймен деп кішкентай ғана точка болып қара пайда болады. Бір айдан кейін ол кішкене үлкейеді, одан кейін келесі айда одан сайын үлкейеді. Сөйтіп ол үлкейе беріп тісіміздің бәрі жоқ болып кетеді. Енді сіздерге табиғи тәттілендіргіштер айта кетейін. Олар табиғи бал, фруктоза, стевия, финик, қоңыр күріш сиропы, агава сиропы, үйеңкі сиропы, пальма қанты, патока, глюкоза, фруктоза сироп. Енді бұл жерден барлығын білесіздер деп айта алмаймын. Оның ішінде өзіміз қол жетімді бағада және барлығымыз пайдаланатын табиғи балды пайдалансақ болады, иә. Табиғи балды қант ретінде қолдансаңыздар болады. Немесе эко-магазиндерде осы қант, табиғи шоколадтар, табиғи какао және таза қанттар сатылады. Финик, кәдімгі өзіміздің құрма және қоңыр күріш сиропы. Осылардың барлығын енді біз магазиндерде табамыз. Жаңағы енді пальма қанты, патока деген секілділердің барлығын эко-магазиндерден, астикор дүкендерінен таба аласыздар. Дәл қазіргі сәтте 21 ғасыр осылардың барлығы барлық дүкендерде сатылады. Сондықтан өз-өзіміздің денсаулығымызды күтіп өз-өзімізді қолға алайық. Енді тағы да айта кетейін, жартылай синтетикалық тәттілендіргіштерге жататындар, мысалы сорбит, маннит, изомольт, малтит, лактит, эритрит. Енді осы жердегі мен айта кетейін, эритрит, ксивит дегендер өзінің қауынды қант, қауыннан алған, және лактит дегеніміз сүттің сарысуынан алған қант, малтит деген крахмалдан бөлінген қант. Осы және изомольт деген бар, ол енді пробиотик қасиеті бар. Ол мысалы балаларымыздың іш ауырған кезде осыны берсек болады. Және маннит деген көптеген өсімдіктерде кездесетін 6 атомды алкоголь. Сорбитол, сорбитол мен сүйікті жемістерден алынады. Енді бұның таңбасын айтайын, Е420, Е421, Е465 деген секілді осындай шоколадтың сыртында немесе балаларыңыздың жейтін тәттілердің сыртында дәл осы сандар болса, олар кәдімгі табиғи және жартылай табиғи тәттілендіргіш. Осыны ала берсеңіз, қорықпай ала берсеңіздер болады. Жақсы, сау болыңыздар. Өз денсаулығымызды өзіміз күтейік. Денсаулық Алладан берген аманатымыз.